өзіңе және өзгеге өлім тілемеңдер жайлы. Қазіргі уақытта көптеген адамдар не істейді? Күйесіз қазан болмайды, қайғысыз адам болмайды. Қай қазанның түбіне қол жүгіртсең күйе табылады, қай адамның түбіне үңілсең қайғы табылады. Адам баласының басында қуаныш пен қайғы қашанда қатар жүреді. Егер бір жігіттің қабырғасы қайысып, көзінен ащы жас төгілсе, ол жігіт өзін жылататын жер емес, жұбататын жер іздейді. Сол сияқты, егер бір жігіттің қабырғасы қайысып, көзінен ащы жас төгілсе, көп адамдар не дейді? Бүйтіп жүргеннен гөрі не істегенім жақсы дейді? Өлгенім жақсы дейді. Немесе біреу қателік жасап, ашуына тисе, ой, сұмырай, бүйтіп жүргеннен гөрі өлмейсің ба деп айтады. Ағайындар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы жөнде хадис, мұбарак хадисінде былай деген: Ан Анас радиаллаху анху қал. Анас радиаллаху анхудан келіп жеткен осы мұбарак хадисте Анас ибн Малик осы хадисті жеткізеді. Қала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: лаула анни сами'ту аннан наби саллаллаху алейхи уассалам. Яғни Анас ибн Малик осы хадисті пайғамбар Расулладан естідім дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам яқул айтты: ла татаманнаул маута ла татаманнайта. Ешқайсың өздеріңе өлім тілемеңдер, және өзгеге өлім тілемеңдер деген. Сонда Анас сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан осы хадисті естімегенімде, қатты қиналғанымда өзіме өлім тілеп жіберейін деп жатқан едім. Бірақ осы хадистен кейін өзіме және өзгеге өлім тілемейтін болдым. Себебі сүйексіз тіл бас жарады, бас жармаса тас жарады. Сүйексіз тілмен дұшпанды дос қылуға болады, досты дұшпан қылуға болады. Сүйексіз тілмен біреуді жылатып мұңайтуға болады, біреуді қуантып күлдіруге болады. Сүйексіз тілмен адам жәннатқа да кіреді, адам дозаққа да кіреді. Өзіңе еш уақытта өлім тілеме. Себебі сенің анаң сені бақытсыз болсын деп дүниеге алып келген жоқ. Керісінше бақытты болу үшін осы дүниеге алып келген. Анаң сені осы дүниеге алып келді, Алланың қалауымен сен келдің. Енді өзгеге және өзіңе өлім тілеме, хайырлы сөз сөйле. Я Раббым, басыңа қиындық түссе, осының қиындықтың хайырлысын бере көр деп дұға қыл. Сонда бақыттылардың қатарында боласың. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келіп жеткен бір хадисте де өзіңе өлім тілемеңдер. Егер ол жақсылық жасаушы болса, сауабы мол болады. Егер ол күнә жасаушы болса, тәубаға келеді. Сондықтан қазіргі көп қолданып жатқан кейбір адамдардың бұлай жүргеннен гөрі өлгенің жақсы, бүйтіп жүргеннен гөрі өлгенім жақсы, ей сұмырай, оңбаған иттің баласы деп айтпаңыздар. Бұрынғы ата әжелеріміз көбейгір, көп болғыр, тұқымың тасқа жайылғыр деп ашуланса да ең қайырлы сөздер сөйлеген. Себебі тек қана батырлар мен батылдардың ғана қолынан келеді жақсы сөз сөйлеуге. Алла біздерді жаман сөз сөйлеуден тиіп, жақсы қайырлы сөз сөйлеуге баршамызға Алла қуат берсін. Алла сіздерден разы болсын.